9-шы сабағына қош келдіңіздер. Заттың қимылын білдіретін сөздер. Бірінші жаттығу. Мәтінді рөлге бөліп оқыңдар. Инелік пен тиын. Ертегі. Тиын ағаш қуысындағы інінде отырған. Оның қасына бір инелік ұшып келді. Ол: "Тиын, сен не істеп отырсың?" деді. "Мыналарды кептіріп отырмын", деді. Ол күнге жайып қойған саңырауқұлақтарын көрсетті. "Оны қайтесің?" деді инелік. "Қыста жеймін. Бұл менің қыстық азығым." "Өзің де қысқа азық жинайтын шығарсың", деді тиын. "Қыста мен ештеңе жемеймін. Бір қуысқа кіріп алып ұйықтаймын." "Ой, не еткен ұйқышылсың", деді тиын. Бұл мәтін өлең бе әлде әңгіме ме, балалар? Ертегі, мәтін мазмұны бойынша бір-бірлеріңе сұрақ қойыңдар. Екінші жаттығу. Ребусты шеш. Шыққан сөзден сөйлем құра. Балалар, бірінші ине, екінші елік. Еліктің немесе иненің соңындағы, еліктің басындағы бір әріпті алып тастаймыз. Сонда елік болады. Лік болады, сонда жауабы инелік. Балалар, сендер инелік тақырыбына сөзіне сөйлем құраңдар. Көркем жаз. Біз бақта тиынды көрдік. Ол бізден қорыққан жоқ. Адамға әбден үйреніп алған. Балалар, осы жердегі біз қимылды білдіретін сөздерді көрсетейік. Біз бақта тиынды көрдік. Тиынды не істедік? Көрдік. Ол бізден не істеген жоқ? Қорыққан жоқ. Адамға әбден не істеп алған? Не істеді? Үйреніп алған. Жылдам оқуға арналған жаттығулар. Менімен бірге қайталаймыз. Та, те, то, ти, те, тө, то, та. Тағы да жылдамдатамыз. Та, те, то, ти, те, тө, то, та. Одан да қоса жылдамдық қосамыз. Та, те, то, ти, те, тө, то, та. Ал енді осыны 5 рет қайталаңдар. 5 рет қайталаған кезде Т әріптері кездесетін мәтіндер, сөйлемдер кездескенде сендер тілдерің жаттығып, шатасып, немесе тұтығып қалмайтын боласыңдар. Шашын тарады. Шашын не істеді? Тарады. Не істеді? Тарады. Т әрпі. Балықты судан тартып алды. Не істеді? Тартып алды. Мына жерде та әрпі. Жиналғандар тарасты. Не істеді? Тарасты. Балалар, енді жыл мезгілдеріне қарайық. Суға шомылатын кезең қандай мезгіл? Жаз мезгілі. Суға не істейді? Шомылады. Қар жауады. Қыс айында қар жауады. Қар не істейді? Жауады. Жаңбыр не істейді? Жауады. Ал одан кейін күз мезгілінде жапырақтар сарғаяды. Сау болыңыздар, балалар. Каналға тіркелуді